Баршаңызға сәлем достар. Бүгін тәбет ашатын, қысқа сақтауға болатын аджиканың оңай жолын сіздерге көрсетемін. Аджикаға қажетті заттардың барлығының мөлшерін описаниеге жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен біз қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Содан кейін қызыл бұрыш, яғни ащы бұрышымызды да ет тартқыштан өткіземіз. Қызыл бұрышты шетінен абайлап ұстағандарыңыз жөн, себебі ол өте ащы болып келеді. Дәл солай сарымсақты да өткізіп аламыз. Және соңында осылай тазартылған болгар бұрыштарын да ет тартқыштан өткіземіз. Бәрін өткізіп алдық, енді үлкен ыдысқа араластырамыз. Және сарымсақтың кішкене бөлігінде бөлек ыдысқа өткізіп аламыз. Оны қазір қайнатқан соң ең соңында қосып жіберсек, өте әдемі иіс пен дәм береді. Басқа ыдысқа қант және де тұзды 100 граммнан өлшеп аламыз. Барлығын араластырып, осылай газда қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін өлшеп алған тұзды және де қантты қосып араластырамыз. минут қайнағаннан кейін жаңағы бөліп алып қойған сарымсағымызды да қосып жақсылап араластырамыз. Сосын бір ас қасық уксус қосып қозғаймыз да 10 минут қайнатамыз. Осымен біздің аджикамыз дайын болды. Иісі өте керемет болып шығып тұр. Банкаға жауып қысқа сақтауға да болады, немесе осы күйінде жей беруге болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айнура.